Попит қазақша тілге аударған кезде бұны жар деген мағынаны білдіреді. Жоқ, бұлай емес. Енді қалай? Міне, осылай. Ит және Simple Dimple. Бұл қазіргі таңдағы ең танымал антистресс ойыншық. Бұмен қазір барлық ойнайды. Алғашында бұл танымалдықты TikTok арқылы алған. Негізінде TikTokпен көп адамдар танымал болды. Бұл алғашқы антистресс ойыншық. Бұмен үлкендермен де кішкентайларға дейін ойнай береді. Бұны даже далада жүрген кезде де байқауға болады негізінде. Википедияның айтуы бойынша бұны көбінесе 31-40 жастағы адамдар көбінесе ойнайды екен. Ал менің айтуым бойынша бұны кішкентай балалар ойнайды. Ал балдар кім попитпен ойнайды? Мен! Бұны антистресстеуге мен үшін өте қиын болды. Өйткені бұны басқан кезде мен дымды сезбедім және дымды түсінген жоқ. Мысалға бұның орнына спиннерді алсақ, бұны айналдырып кәдімгідей қарап отыра алатын едік. Ол қызықты кездер еді бұрында. Спиннер, крутится спиннер. Я кручу спиннер. Да, я сейчас кручу спиннер. Таким образом, как будто вентилятор. Негізінде TikTok'та бұлар жайлы өлеңдер көп. Simple Dimple. Pop It. Добавляй. Жасай! Мен алғаш рет осылардың аттарын естіген кезде өте қатты таңғалғам. Өте қызықты және өте біртүрлі. Ал Simple Dimple болса, оның жай ғана кішірейтілген түрі. Оны қалтаңа саласың, болды. Достар, осымен біздің видеомыз соңына да жетті. Мен қазіргі трендтегі Popit пен Simple Dimple жайлы өз ойымды толық айттым. Сіздер де өз ойларыңыз комментарияға жазып кетіңіздер. Мен әрине міндетті түрде оқимын. Сіздермен болған мен Рейн. Ал сау болыңыздар. Все, начинаем. Генка, давай. Бубль номер 1. Simple Dimple круче. Нет, Попыт круче. Simple Dimple. Нет, Попыт. Simple Dimple. Нет, Попыт. Simple Dimple. Маленький красивый, а Попыт большой милый. Бубль номер 2. Попыт.